Түнгі аспанда жымыңдаған жұлдыздарға қарашы. Шұғылалы жасыл жарық кесіп өткен арасын. Зеңгір көктен түсіп өзі жерге қарай зымырар. Көре қалсаң ойланасың, оның қандай сыры бар? Бұл жарық па? Құйрықты жұлдыз бәлде? Кім біле? Өзің сақ бол, сенбе, сенбе. Жер бетіне талай құлап үлгіріпті. Ескаңыздар солай дейді, кім көріпті? Естуімше, жасыл жарық қалады екен соңында, ормандарда, жүріп өткен жолында. Сонша алыстан келгені досын іздеп, дос дегені құбыжық боп шықпаса екен соңында. Перизаттар. Құбыжық туралы аңыз. Керек нәрсені әкелдің. Сұрағаныңда келдім, Фауна. Өте үлкен арба. Бірақ оны қайтесің? Сонда ішіне не саласың? Сенің ақ бәрін білгін келіп тұрады. Әрі қарай өзім әкетейін. Үйректерге ме? Әлде көжектерге ме? Бұл жылжымалы балабақша ма? Дәл солай. Сенен ештеңені жасыру мүмкін емес. Ал, жақсы, мен кетейін. Сенің бір ойлағаның бар. Не? Менің бе? Қойшы. Иә, солай екен анық. Көз қарасыңнан сезіледі. Оны менен үйрендің. Қане шыныңды айт. Жарайды, жарайды. Тек қатты айғайлап жіберме. Келістік пе? Мүмкін емес. Қорқпа, Ханна. Бұл менің досым. Бірақ бұл... Тереңірек тыныста. Қаршыға ғой. Я. Фауна, қаршығалар бізді жейді. Ол үлкен қаршығалар ғой. Ал Ханна әлі балапан. Әлгі бәрін жей беретін түйсігі әлі дамыған жоқ. Оны балапан деуге де келмейді. Басында кішкентай болған. Қанаты ауырды, мен емдеп бердім. Ал енді... Қанаты жазылып кетті. Ал қапқа қаршығаны әкелуіңе болмайды. Барлаушылар біліп қойса ше.